Ли Минхё оңтүстік кореялық актер, әнші және модель. Ол жігіттің сарбаздары, мұрагерлер, көк теңіз туралы аңыз, қала аңшысы драмалары арқылы даңққа ие болды. Жанкүйерлерін өзінің талантымен және сымбатымен таңғалдырған актердің мен бүгін сіздерге табысы, байлығы, мансабы және жеке өмірі туралы ақпарат беретін болам. Бастамас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып өтіңіздер. Ли Минхё 1987 жылы 22 маусымда оңтүстік Кореяның астанасы Сеулде дүниеге келген. Актер бала кезінде өте ақылды бала болды және ол өте ерте сөйлей бастаған. Отбасында ата-анасы және өзінен үлкен әпкесі бар. Актердің туыстары оның өз елінде ғана емес, бүкіл әлемге танымал адамға айналуы мүмкін деп ойлаған да жоқ. Өйткені Ли Минхё өте ұялшақ және сахнада өнер көрсеткенді жек көретін. Бірақ орта мектепте оқып жүргенде оның тартымды келбеті үшін көптеген компаниялар кастингке шақырта бастаған. Ал ата-анасы ұлдарының таланты жоқ деп ойлап кастингке баруына қарсы болған. Алайда актер ата-анасын таңғалдырып, бір кастингке баруға шешім қабылдайды және кастингтен өтіп Star House Entertainment компаниясымен келісім шартқа отырады. Онда ол сән журналының тұрақты түсіріліміне қатысып, күніне 50 мың вон табыс тауып отырған. Осылайша ол ата-анасын таңғалдырып, нағыз модельге айналады. Сымбатының арқасында ол көптеген дорамаларға шақырту ала бастайды. Осылайша ол ең алғаш 2002 жылы Роман деп аталатын дорамада дебют жасаған. Осыдан соң ол актерлік қабілетін дамыту үшін Сеулдегі Кангу университетіне түседі. Бірақ актер 2006 жылы аварияға түсіп, жарақат алады. Осыдан соң карьерасын тоқтатып, ем алады. Ал 2007 жылы Мен ұстазбын дорамасына эпизодтық рөлге алынады. Бірақ оның бағын ашқан жігіттің сарбаздары, мұрагерлер, қала аңшысы дорамалары болды. Сондай-ақ ол актерлік шеберлігінен бөлек әншілігінде дамытты. Мәселен, 2013 жылы мамырда алғашқы әнші ретіндегі альбомын жарыққа шығарады. Және Жапония мен Қытайда жанкүйерлермен кездесу ұйымдастырып, жеке концертін берген. Ал актер 2017 жылы 12 мамырда әскерге барып өзінің борышын өтеп, 2019 жылы 25 сәуірде қайтып оралады. Осыдан соң актер өзінің әпкесі Ли Мюнжин құрған MU Entertainment агенттігімен жұмыс жасай бастады. Әпкесінің агенттігіне қосылған ол көптеген жобаларға түсті. Әрине, Ли Минхёның кастингке келуі өзінің ғана емес, туыстарының өмірінде жақсы жаққа өзгертті. Өйткені атақты актер, модель, әнші атанған ол жақындарын да ұмытпай, оларға көмектесіп отырды. Шоу-бизнесте табысты болуға ұмтылыс жігітке лайықты ақша табуға көмектесті. Осылайша ол Кореяның ең сұранысқа ие актерлар қатарына, сонымен қатар ең табысты актерлар қатарына қосылды. Netboard сайтына сәйкес, оңтүстік кореялық актердің таза табысы 10 миллион ақш долларын құраған. Ал басқа деректер көздеріне сүйенсек, оның табысы бұдан да көп болуы мүмкін. Бұл табыстардың көп бөлігі әрине оның жобаларынан, яғни дорамалары мен фильмдерінен түседі. Ол түскен танымал дорамалар жігіттің сарбаздары, мұрагерлер, қала аңшысы сияқты жобаларының бір бөлімінен 58 мың ақш долларын алған. Сондай-ақ ол корпоративтік іс-шаралардан да ақша табады. Мәселен, 2019 жылда Гонконгте бір іс-шараға қатысқаны үшін 750 мың ақш долларын алған. Қазіргі таңда актер дорамалардың әр бөлімінен 84 мың ақш долларын алады. Ал 2021 жылы шыққан Сыйлы аңшылар фильмі ең табысты жобаларының бірі болды. Фильмнің табысы 31 миллион ақш долларын құраған. Сонымен қатар актер Кореядағы жарнамалардан 1 миллион ақш долларын, ал Қытай және басқа да мемлекеттің жарнамаларынан 2 миллион ақш долларын алады. Ал актердің жылжымайтын мүліктеріне келсек, Сеулдің Саңдong және Саңбон райондарында 2 зәулім үйі бар. 2 үйдің бағасы бірігіп 4 миллион 700 мың ақш долларын құрайды. Және Сеулдің ең бай районы Каннамда 2 миллион ақш долларын құрайтын квартирасы бар. Ал актер спорттық машиналарды мінгенді жақсы көреді. Сондықтан актердің гаражында спорттық машиналардың коллекциясы жиналған. Актердің жеке өміріне келсек, актер кездескен қыздарын ешқашан жасырған емес.
2011 жылы «Қала аңшысы» дорамасындағы әріптесі актриса Пак Миньонмен кездескен. Бір жылдық ара қатынастан кейін жұп екі жаққа кеткен. Кейін 2015 жылы актриса, әнші, Мисей тобының мүшесі Сьюзимен кездескен. Бұл жұптың қосылуы жанкүйерлерді таң қалдырды. Тіптен әлем жаңалықтарының көшін бастап тұрды. Кореядағы нөмірі 1-ші жұп атанды. Дегенмен, жұп 2017 жылы 2 жылдық ара қатынастан соң екі жаққа кеткен. Кейін 2021 жылы актриса, әнші Йонумен кездеседі деген ақпараттар шыққан. Бірақ актердің агенттігі бұны жоққа шығарып, екеуінің тек қана дос екендіктерін айтқан. Қазіргі таңда актердің басы бос, үйленбеген. Ли Ми-хё «Қала аңшысы» дорамасындағы барлық қиын көріністерді дублярсыз өзі орындаған. Және де осы дорамада ол машинамен аварияға түскен. Осы авариядан аман қалуы бір ғажайыптың арқасы деп есептейді. Өйткені машинадан ештеңе қалмаған екен. Соған қарамастан Ли Ми-хё өзі түскен жобаларынан өзіне қатты ұнайтын кейіпкері «Қала аңшысы» дорамасындағы Ли Юн Сомның рөлі екендігін айтқан. Ли Ми-хё туралы қызықты фактілер. Отбасында ең бойы ұзыны, бойы 182 см. Темекі тартады, бірақ жиі емес. Сон Хе Кьомен дорамада түсуді армандайды. Кішкентай кезінен футбол ойнайды және фортепианода ойнай алады. Әр кезде дорама мен фильмге түсу барысында жарақат алады. Көп ұйықтағанды жақсы көреді. Сүйікті түсі ақ, сүйікті саны 7. Жақын достары актер Шон Илбу және Ким Бон. Ким Бон мен жігіттің сарбаздары дорамасынан бері жақын араласады. Өмірлік ұстанымы қолыңнан ештеңе келмей жатса да берілме. Ол бос уақытында өз үйінде компьютер ойындарын ойнағанды, фильм қарағанды және достарымен кездескенді жақсы көреді. Және ол тек мұрнына пластикалық операция жасатқан. Ол әрқашан өзімен дуфи алып жүреді. Өйткені жағымды естерді жақсы көреді. Оның әкесі бизнесмен, бірақ ол туралы көп айтқанды ұнатпайды. Итті жақсы көреді. Өзінің Шоко есімді иті бар. Және де ол 35 жасында үйленгісі келетіндігін айтқан. Оған ашық келген сүйкімді жинақы қыздар ұнайды. Ол өзін тартымды, сабырлы жігіт болып көрсеткенімен, ол өте көңілді әрі қалжыңбас. Және де актер биге жақын еместігін, бірақ әншілігіне көп көңіл бөлетіндігін айтқан. Сонымен қатар актер компьютерлік ойындарды да ойнағанды жақсы көреді. Бұл туралы өзі көп айта бермейді. Бірақ дегенмен Super Junior тобының әншісі Хичол бір сұхбатында Ли Ми-хёның компьютер ойындарын жақсы көретіндігі туралы және жиі ойнайтындығы туралы айтқан. Ли Ми-хёның үздік дорамалары мен фильмдері. 2007 жылы шыққан «Мен ұстазбын» дорамасы. Ол сол жылдардағы ең танымал дорамалардың бірі болды. Бірақ актер бұл дорамада басты рөлде емес, эпизодтық рөл сомдайды. Және де 2009 жылы шыққан хит дорамасы «Жігіттің сарбаздары». 2010 жылы шыққан «Жеке қалаулары» дорамасы. 2011 жылы шыққан «Қала аңшысы» дорамасы. 2012 жылы шыққан «Сенім» дорамасы. 2013 жылы шыққан «Мұрагерлер» дорамасы. Сонымен қатар 2015 жылы көрсетілген «Каннамский блюз» фильмі. 2016 жылы шыққан «Сыйлы аңшылар» фильмі. Және дәл осы жылы көрсетілген «Көк теңіз туралы аңыз» дорамасы. 2020 жылы шыққан «Король мәңгілік монарх» дорамасы. Және 2022 жылы шыққан «Патинко» дорамасы. Сонымен қатар актердің қоржында көптеген марапаттары бар. Жыл актері, Кореяның мәдениетін таратушы, үздік модель, үздік актер және ең танымал актер. Сонымен қатар Ху Хе Сон, Ким Хи Сон, Пак Шин Хе, Шон Джи Хён сияқты актрисалармен үздік экрандық жұп марапатын жеңіп алған. Мінекей достар, актер Ли Ми-хё туралы қысқаша ақпараттар осындай. Ақпараттар ұнаған болса каналға тіркеліп, лайк басып өтіңіздер. Және де қандай да бір актерлар туралы, әншілер туралы білгілеріңіз келсе, комментарийға жаза кетіңіздер.